Жалпы бай болу үшін қандай әдеттер жасау керек, өйткені көрермендерге осы қызық. Қалай өзімізді өзгемен жарыспай өмір сүруімізге болады? Біз егерде өз уақытымызда маңызды дүниемен белгілемесек, алдын ала оған маңыздылығы төмен дүниелер үнемі кіріп отырады. Барлық адамдарда бар ғой, соның ішінде менде де бар. Бүгінгі жұмысты ертеңге қалдыру, ертеңнен бастап диета ұстаймын, ертеңнен бастап таңертең жүгіремін, ертеңнен бастап осы іске кірісемін деймін, бірақ ертең басталған кезде тағы ертеңге қалдырамын. Не болды? Алар ойыны бөліп Оны тұрын ішім жоқ. Қазіргі кезде адамдар бір нәрсені істейтін кезде сенімсіз. Ол нәрсені істеуге сенімсіз. Неге сенімсіз деген айтатын болсақ, себебі ол өз-өзіне сенбейді. Ал неге өз-өзіне сенбейді дейтінге келсек, себебі осы уақытқа дейін адам өзіне берген кішілі үлкен уәделерін талай мәртебе бұзған. Қайырлы таң баршаңызға. Мен Әсем Құралбекқызы. Назарларыңызда Кәсімедиа бағдарламасы. Біз бүгін Бодрумдамыз. Ерекше айтайыншы, маман иесі кайдзен ілімін алған Азамат Асқарұлымен қазір сұхбаттасайын деп отырмын. Шынымды айтсам, біраз кішкене қобалжып отырмын. Қалайсыз? Қайырлы таң, Әсем ханым. Керемет. Осындай саяхатта таңмен сұхбаттасқанға не жетсін? Көңіл-күйіңіз қалай? Қалай ояндыңыз таңертең? Өте жақсы ояндым. Себебі бір байқағаным, мына жақтың ауасы керемет екен, табиғаты жақсы. Бір 3-4 сағат ұйықтап, ұйқың қанып жүре береді екенсің. Бір керемет. Азамат мырза, өзіңіз де байқаған шығарсыз, қазір саяхаттап жүргеннің өзінде, енді басқа ұлттарды алайық, өзіміздің қазақтарды алайық, теңіз жағасында жатса да, жанды қолдарында телефонымен әлеуметтік желіге жиі кіріп, уақыттың бәрін осылай өлтіріп жатыр. Жалпы айтатын болсақ, әлеуметтік желіге тәуелділіктен қалай бас тартуға болады? Немесе саяхатта қалай әрбір сәтті сезініп демалуға болады? Енді бұл сұрағыңыз өте қазіргі таңда өзекті. Бұл орысша айтқанда проблема десек те болады, проблемамен кезікпеген, шалдықпаған адам жоқ шығар. Еңбектеп жүрген баладан жаңағыдай үлкен қарт апаларымызға дейін. Енді бұның бір түсіну керек болған дүние, енді бұның салдары өте зиян, өте қатты, көбісі қазір түсіне бермейді. Енді неден бастайтын болсақ, бұл жалпы қалай пайда болды бізде? Енді бізде туа біткеннен телефон болған жоқ қой. Енді қазіргі балдар кейінгі поколенияларда мүмкін көзін ашып салып уже телефон болған шығар. Бірақ біздің кезімізде, енді бала кезімізде телефон болмады, Біз телефонсақ бақытты болып, сыртқа шығып кетіп, ұмытып кетіп деген сияқты да үйде. Қазір енді сыртқа шықсаң, бір бала телефонмен ойнап отырса, сол 10 бала соны айналыстап, сол қарап отырады. Енді жалпы бұл нәрсе бізге кәдімгідей қалай кіріп кеткенде өзімізді байқамадық. Сіз енді 2010 жылдары интернет ең шығып бастаған кезде, телефон ең ұстап бастаған кезде бізде түсінбедік бұның салдары қандай екен, оның артықшылықтары бар дедік, қолыңызда калькулятор дедік, звондайтын телефон дедік, барлық нығметтің бәрі бізде бір телефонда ғой. Олардың фишкасы сондай, біз мини-компьютер ғой бұлай қалтамызда ұстап жүрген. Шынында айтқанда, енді мини-компьютер бұл. Қалтамызда мини-компьютер ұстап жүріп деп елестетсек болады. Қараңызшы, Азамат мырза, қазір мысалға енді әдемі көріністер, экскурсияларға шығып жатыр, көбісі фотоға түсіп жатыр. Естелік үшін емес, бұл істерінің артында инстаға әдемілеп жаңағындай суретін салу, өзгелерді жаңағындай қызықтыру, немесе лайк көбейту дегендей ғой, жаңағындай басқалары көрсін мені деген сондай бір мақсат тұр да. Жалпы
қалай бұл? Бұл енді неден туындайды деген нәрсе ғой. Енді кез келген адамның ішінде, кез келген мысалы адам, нормальный адамның ішінде бір орысша айтқанда самопризнание деген нәрсе бар. Тұлғалық қалыптасу деген нәрсе бар. Халықты, адамды, айналадағы адамды мойындату деген нәрсе бар. Есіңізде болса, біздің бала кезімізде біз неше түрлі қылық істейміз, біздің ол нәрсені анамыз, мүмкін әкеміз, ағаларымыз байқасын деп. Бұл олардың назарын аудару үшін бәрін істейтініміз. Енді кейде өсе келе сол нәрсе кішкене басқа формаға еніп кетіп жатыр. Сол осы фотолар арқылы, мінекей осында жүрім деген сияқты. Енді бұның екі тұсы бар. Мысалға кәсіби тұрғыдан қарайтын болсақ, бизнесмен қалай қолдану керек? Бизнесмен бұны кәсіби тұрғыда өзінің пайдасына қарай қолдана алады. Салу арқылы түпкі мақсаты өзін кәдімгі басқа тұлға ретінде көрсетіп, ары қарай өзінің өнімін ұсына білу. Ал енді жай ғана сала беру, енді ол нәрсе кішкене қиындау момент. Сосын оны қарайтын адамдарда мысалы мынандай иллюзия пайда болады. Бұл адамдардың өмірлері керемет екен ғой деген сияқты. Себебі адам өзінің жаман тұстарын никогда салмайды. Всегда күшті, жақсы шыққан фото, еще оны біздер дұрыстап тұрып, масканы өлтіріп тұрып, жүз слой қылып саламыз. Одан кейін сондай иллюзия болады, соны қарап тұрған адамда кішкене депрессия ұшырайды. Бұл енді қараңызшы, әдетке айналып кеткен ғой. Іште тұрады да, сонда бір ой тұрады. Қазір мен күшті қылып стористер саламын, посттар жазамын. Бірақ сол бір естелік үшін емес, сол бір жан дүниеден шығу үшін емес, өзгені өзіне қарай назарын аударту үшін, жаңағыда тамсандыру үшін ғой. Бұл кәдімгідей әдет болып кетіп жатыр. Мысалға, тіпті саяхаттағанның өзінде де сондай бір мақсаты жаңағыдай подписчик жинау болып жатыр да. Осындай жалпы енді әдеттер өте көп қой. Өзгені жаңағыдай мойындатқызу үшін тағы басқа жаман әдеттер де бар. Жалпы қалай ойлайсыз, әлеуметтік желіге жиі кіру, мысалға дұрыс емес мақсатта уақытты өлтіру, осындай бір әдеттерден қалай құтылуға болады? Енді құтылуға болады туралы айтпас бұрын, енді біріншіден қолдану мәселесі бізде жаңа айтып кәсіби немесе кәсіби емес тұрғыдан қолданған кезде біз өзіміздің оқуымызда енді камераға түсу туралы айтамыз енді. Бірақ ішіне кіріп кету туралы айтпаймыз, бірақ камераға сөйлеу керектігін түсіндіреміз. Қазіргі заман талабы сен әлеуметтік желіні жүргізу керексің деп айтамыз. Әлеуметтік желіні жүргізіп, сторис түсіріп, мысалға рилстар түсіріп болсын, ол нәрсені біз айтамыз. Енді ол қазіргі заман талабы, егер сен бизнесмен болсаң да, бүгін еле ертең сен камераға түсіп, өзіңді таныстыра білуің керек, өзіңнің өніміңді таныстыра білуің керек деген сияқты. Осы орайда біз үлкен жұмыс жасап отырмыз бізге келген студенттермен бір жағынан. Екінші жағы бұл злоупотребление дейді ғой. Жалпы сол түсіріп, сол қолдану арқылы ар жағынан біз түсіп кетіп жатамыз. Енді әдет деп жақсы айтып кеттіңіз. Туа біткен қасиет емес, бұл әдетке қалыптастырдық. Енді мен өзім әдет тақырыбын қатты жақсы көремін, шыны керек. Мынандай нәрсе бар. Басында біз бір дәнді алып егетін болсақ, ол кішкентай ғана жердің астына жатады. Соған су құю арқылы көп рет өсет. И жаңағыдай ол кішкентай ғана осындай басын шығарған кезде біз оны егерде жұлып алып тастап, лақтырып тастайтын болсақ, ол қолымыздан келеді. Ал егерде жылдар бойы тек су құюды тоқтатпасақ, ол біртіндей келе өсіп үлкен бәйтерекке айналады. Енді сол кезде біз ол жалаң қолмен оны жала алмаймыз. Енді әдет осы тұрғыда дәл осындай. Басында, мысалы, оны тастай салу, қоя салу, доғара салу өте оңай. Бірақ жылдар бойы қайталанған әдет, ол жалаң қолмен бәйтеректі жұлғанмен бірдей болып кетеді.
сол үшін де бізде ауру қалса да әдет қалмайды деп жататыны содан. Адамдар қалай күресетінін онымен білмегендіктен қолын түсіріп жеңіл жататын содан. Себебі ол толықтай ішінде техникалар бар, қолдану қалай одан құтылу керек деген сияқты. Енді ол оны как біздің қарсыласымыз ретінде қабылдағаннан кейін қарсыласыңның ұту жағын техниканы білу керек. Тура сондай. Бізде білмей жатып оған күреске кіріп жатамыз да жеңіп жатады адамдар. Жиі көремін. Біріншіден, екіншіден ол 1-2 рет істеп қолын түсіреді. Қолын түсіреміз. Ол жерде түсіну керек, біз жылдар бойы қалыптасқан дүниені сен 1-2 аптада ол кете қоймайды. Олда да табандылық талап етіледі, оны жиілік талап етіледі осы орайда. Енді біріншісі, дәл қазір есіме түсіп тұрған техника, Японияда показывай, называй деген техника бар. Ол не істейді? Жапонияда білеміз, пойыз бар, скоростной. Сол жүрердің алдында машинист тумблердегі қандай нені қосу керек, соны дыбыстап, ауыздап айтады екен. Мен мынаны қосайын деп жатырмын, мынаны айырып жатырмын, осылай деген сияқты дауыстап айтады. Енді бір сырт көзге қарағанда бір түрлі, барлығына естіліп тұрады. Бірақ бұның артындағы дүние, біз күнделікті істеген нәрсемізді автоматически болған кезде біз не істеп жатқанымызды ұмытып кетеді екенбіз. Істейміз, бірақ өз есімізде жоқ. Ал енді ол как машинист ретінде не нәрсе қосып, не нәрсені айырғанын ұмытып кететін болса, ол өте қиын. Адамдардың өміріне қауіп қатер болуы мүмкін. Енді осы орайда біз мысалы телефон қалай қолдана аламыз? Мысалы, мен айтамын, телефонды алып, егер сіз YouTube, тағы басқа Instagramда отырайын деп жатқан болсаңыз, телефонды алып, ал мен енді келесі 2 сағат уақытымды не болса соны қарап құртайын деп жатырмын деп айтыңыз да, ары қарай қарай беріңіз. Ол өте күшті, керемет техника, жаңа техникалардың бірі. Мен де міндетті түрде бұл техниканы қолданатын боламын. Азамат мырза, өзіңіздің енді бір жақсы бір үш әдетіңіз айтсаңыз. Керемет. Мен жақсы әдеттердің бірі қазір ол қазіргі қолданып жүрген әдетпен жаңа әдетті қосып көру. Біріншіден, яғни ол қай кезде қолданамын, оны кітапты айта берейін кейде. Таңда бір іс әрекеттен кейін сол кітап оқуды өзім дағдыланамын. Мысалға, немесе шай ішкеннен кейін кітап оқимын деген, немесе шайға дейін кітап оқимын деген сияқты. Яғни ондай да техника бар. Себебі жалғыз ғана әдетті өзін қалыптастырып жүретін болсақ, оның өзі кейде қиынға соғады адамға. Сол үшін қазіргі қалыптасқан әдетке қосатын болсақ екеуін, ол сәл де болса кішкене жеңіл, еске түсіруге де жеңіл, істеуге де жеңіл болады. Келесі әдет қандай? Келесі әдет, саяхатқа осындай шығатын кезде болсын, бір нәрсе істеу керек болған кезде бір список жасап алу. Оны бізде чек-лист деп атайды, оны біз жұмыста да, үйде де қолдана аламыз. Мысалға, саяхатқа шықпас бұрын, 2-3 күн бұрын мен заттарымды жинай бастаймын. Бір есіме сол кезде түсіп тұрған кезде список жазып аламын, сол список бойынша қараймын, сол спискті толтырып жүремін. Список толдау деген кезде бәрін қарап түгендеп аламын, и нақты уже кететін алда бір қарап салып аламын, болды. Содан кейін мен саяхатқа шыққанда бір нәрсені ұмытып кету ықтималдығы кәдімгідей төмендейді. Ол да керемет дүние. Келесі әдет, Спортпен айналысасыз ғой? Иә, ол да бар. Мынандай әдет бар, күнде таңғысын бір 5-10 отжимания жасау деген сияқты. Енді бұл кайдзен жүйесіне келгенде кәдімгідей дұрыс техника, бірақ кейбір адам түсінбей қалуы мүмкін, сен не 5-10 отжимания жасап не істеу үшін деп айтуы мүмкін, бірақ бұл кәдімгідей рабочий техника, себебі входной есік деген нәрсе бар. Әдеттерге кіретін входной есік деген нәрсе бар. Яғни айтып жатамыз ғой, бір жақсылықтың артында 70 жақсылықтың есігі ашылады.
бір жамандықтың істететін есіктің артында 70 жамандықтың есігі тұрады деп. Тура сол сияқты входнойдың әдеті ол біз телефоны бір алу арқылы ар жағында біз өзімізге 2 сағаттық телефон қарауды өзімізге обеспечить етіп тұрмыз. Тура сол сияқты мына 5 отжимания деген дүние тура сондай. 5 отжимания жасау арқылы адам ары қарай 10 істеп тастауы мүмкін, 100 істеп тастауы мүмкін, немесе кейде сыртқа 5 минутқа деп шығамын серуендеуге, бірақ ар жағынан 30 минут, 50 минут серуендеп қайтамын. Қосыла береді. Қосыла береді, иә. Яғни бұл нәрсе техника минимальный деген нәрсе, минимальный қолдану арқылы себебі ми қиын нәрседен қашады. Сондықтан миымызды қиындатпау үшін мен 5 минутқа сыртқа серуендеймін, сосын қайтамын деп кәдімгідей шынымен ниеттеніп шығамын да, бірақ ары қарай көбірек жүрсем, яғни ол ары қарай өзіме пайдалы болады. Азамат мырза, жақсы өмір сүру негізі жақсы әдеттерден басталады ғой. Бұл деген енді әдет тақырыбын міндетті түрде көтеруіміз керек, өйткені өзіміз білмейтін жаман жақсы әдеттеріміз бар. Жалпы қандай әдет әрбір адамда болу керек жақсы өмір сүру үшін? Керемет сұрақты айттыңыз. Мен осы орайда бірнеше нәрсені қосып кеткім келіп отыр. Ол нәрсе біріншісі, әрине күнде өзіңізге жаңа білім, керекті білім алып отыру. Отбасылыққа қатысты болсын, кәсібиге қатысты болсын, ол видео форматта болуы мүмкін, кітап форматта болуы мүмкін. Сіз 5 бет оқисыз ба, 10 бет оқисыз ба, но ол міндетті түрде күнделікті сіздің тамақ рацион сияқты сол білім рационы болу керек. Ол міндетті түрде, ол не обсуждается. Екіншіден біз жаттығулар жасау. Физикалық жаттығуларды өмірімізге енгізу. Ол да ажырамас бір бөлігі. Міндетті түрде спорт залға бару міндетті емес. Бар дүниемен де таңға тұрып, мысалға бізде мектептегі базовый жаттығулар бар ғой, мойын айналдырамыз, белімді айналдырамыз деген сияқты. Соның өзі жеткілікті. 10 минут. Ол минимум. Минимум деген бар, максимум деген нәрсе бар. Минимум сіз 5 приседания жасай аласыз, немесе максимум 50 приседания жасай аласыз. Сондықтан бізде қателік, мен жасаймын, енді осы бүгіннен бастап спортпен айналысамын дей тұрып, өзіне кішкене жоғарғы істей алатын планкідегі нәрсесін қойып қояды. Ол 50 істей алады, мен күнде 50 істеймін деп айтып кетеді. Енді бұл жерде проблема андай. Оның көңіл күйі, ұйқысы, мүмкін физикалық жағдай всегда ондай бола бермейді ғой. Сол кезде ол істей алмайтын кезде істей алмай қалатын болса, ол іштей өзін кінәлайды. Мен де осы бір өзім сөз беріп, жасамай қалдым ой, не деген адамсың деген сияқты ең жаман нәрсе. Сондықтан минимум деген бар, максимум деген нәрсе бар. Бұл кәдімгідей тоже техника, үлкен тренерлер қолданатын. Сіз минимум өзіңізге 5 приседания қоясыз, и максимум 50 приседания қоясыз, и соны орындап жүресіз. Ең бастысы бұл жерде жүйелік күнде істеу. Тоқтамау. Сіз 5 қана істесеңіз, оны жалғастыру бізге. Бұл жердегі нәрсе сіздің физикалық жағдайыңыз дұрыс болады, и екіншісі ең маңыздылардың бірі ол сіздің миыңыздағы физикалық жағдайыңыз дұрыс болады. Мен бұны істеп жүрмін, мен тоқтамай жүрмін, мен молодец деген нәрсе, ол осы жерде өте мықты нәрсе, дүние. Азамат мырза, енді кәсіпкерлермен бірге саяхаттап жүрміз ғой, бизнес терапия алып жүрміз. Жалпы бай болу үшін қандай әдеттер жасау керек? Өйткені көрермендерге осы қызық. Көп адамдар қызығады, неге? Мысалы, бірі бай, бірі қарапайым. Сондықтан да ол бай болу үшін де ол да жаңағыдай жақсы әдеттерді білу керек қой, әйтпесе. Бұл да бір әдет, құпия сыр сияқты, қалай айтамын, пин-код дейміз ғой, сондай сияқты. Сіз қандай кеңестер бересіз? Сен бай болғың келсе, осы әдеттерді жаса, немесе баста дегендей. Енді бай қуатты дейміз ғой, бай қуатты болу, ол көп адамның мысалы ойында осы дұрыс емес пікір болуы мүмкін, мысалы, бірақ енді қарасақ, кәсіпкер болу, немесе осындай дүниелер болу, енді ол адамның
ішіндегі потенциалын аша білуіне толық көмектеседі. Айналасындағы адамдарға көмектесу мүмкіндіктерін ашады. Енді ең бірінші ең бірінші үнемі ол бастайтын нәрсе ол білім. Яғни дәл қазіргі жағдайымыз біздің ол қазіргі білім деңгейіміз және тәжірибе деңгейімізбен жетіп тұрған дүниеміз. Енді содан сәл өсу үшін, сәл асу үшін бізге осы уақытқа дейін білмеген білім, тәжірибені жинау керек деген дүние. Ол бір. Және екіншісі ол міндетті түрде ұстазды, тренерді табу сол салада. Яғни сол сала деп отқанымыз кәсіби салада. Яғни сіз ұста болуыңыз мүмкін, немесе кәсіпкер болуыңыз мүмкін, немесе инвестор болсаңыз да, осы салаларда өзіңізге тренер табу. Себебі әуесқой дейді. Әуесқой ол маман емес, профессионал емес. Оған тренер керек емес. Ол тренерға бармайды. Ол ютубтан көреді, бір жерден көре салады, қарай салады, бір ести салады деген сияқты. Ал нағыз кәсіпқой кісі ода тренер болады. Яғни кәсіпқой болғыңыз келетін болса, міндетті түрде тренер болып, оның нұсқаулықтарын алып, сол нұсқаулықтар бойынша жұмыс жасау. Енді үшінші нәрсе, осыдан шығатын нәрсе, ол жоспар болуы. Яғни тренер болып, сіз білім алдыңыз, кітап білім, содан кейін сізде ұстаз болды, тренер, ұстаздың айтқаннан кейін соны жоспарлы түрде не істейсіз, жалғастырасыз. Жоспарлы түрде жалғастыру деген нәрсе бұл дисциплина. Дисциплина не деген келетін болсақ, дисциплина дегеніміз адамдар миыларында бір қиын, өзіңді қинау, сондай бір қиын ассоциациялармен қоршап тастаған осы сөз. Бірақ бұл сөз определение беретін болсақ, ол мынандай. Біздің кез келген жеткізуіміз келген мақсат, ол мақсат деп біз компания ашумен жаңағыдай бір кітапты оқып бітіру айтатын болсақ, ол сіздің мақсатыңызға деген жүйелі түрде іс-әрекет. Керемет. Ұстаз, білесіз, қазір ақпарат көп, бәрі бір-бірімен жарасып жатыр, бәрі әйтеуір бай болғысы келеді, жетістікке жеткісі келеді, жақсы өмірін әлеуметтік желіде көрсеткісі келеді. Қалай ойлайсыз, осы адамға бір жағынан моральдық тұрғыдан да миға жүк қой? Осы қалай миымызды тазартуға болады, қалай жан дүниемізді, жүрегімізді тыныштандыруға болады, қалай өзімізді өзгемен жарыспай өмір сүруімізге болады? Енді жарыспау деген келетін болсақ, мен жарыспаңдар деп айта алмаймын. Себебі жарысу ол өсу прогрестің бір ажырамас бөлшегі. Себебі біз жарыспайтын болсақ, адамдар кейде бір болады. Жарысуды мүмкін басқа сөзбен алмастыру керек сияқты. Енді былайша айтқанда, мен сізді түсіндім. Қазіргі бізде енді қалада әсіресе тұратындарда енді қар баласы қой. Иә. Бұл жерде нәрсе бізде бір тағымнан бастап, мысалға жетіде бір статистикалық адам бір жетіде тұрып, немесе түнгі сағат 11-12-де ұйықтайтын болса, осы аралықта алғанда енді керек нәрсе бар, керек емес нәрселер бар істейтін. Соны алатын болсақ, көбінесе біз маңыздылығы төмен істерді істеу арқылы өзімізге маңызды болған, бізді дамытатын нәрселерімізді істемей, адамдарда сондай бүгін ештеңе бітірмедім ғой деген нәрсе болады. Бірақ былай қарасаң, бітпейтін бір шаруа, яғни сіз айтып отырғаныңыз сол депрессия, негізі сол стресс адам. Енді оны қалай істейміз? Ең үлкен тренерлердің мысалға үнемі бір кеңес беретіні, ең бірінші өзіңізге маңызды болған, сіздің дамуыңызға, сіздің кәсібіңізге, мүмкін отбасыңызға қатысты болған 3 немесе 5 істі белгілеу. Ең бірінші, яғни фокусты соған қою. Одан кейін барып, мүмкін соның арасындағы текучкалар істелініп кете береді. Бізде қалай? Ол істер белгіленбейді. Одан кейін біреудің телефонға жауап береміз, оның өзі уақыт, Инстаграм кіреміз, ютубқа қараймыз. Яғни біз егерде өз уақытымызды маңызды дүниемен белгілемесек, алдын ала оған маңыздылығы төмен дүниелер үнемі кіріп отырады. Сондықтан кешкісін бізде андай сезім болып отырады. Күн өтті, жақсы басталды, анда бардың,
базарға бардың, жаңағыдай неге кіріп шықтың, телефон жауап бердің, бірақ күн бітіп қалды, бірақ ештеңе бітірген жоқсың. Ең жаманы сол. Сондықтан осындай бірінші маңызды болған іс-әрекеттерді белгілеп, сосын ол іс-әрекеттер істеу үшін не керек, и сол осы мақсатта жүріп отыратын болса, біздің күніміз әлі қайда берекелі болады. Яғни ойың шашырамау керек, тек маңызды істерге ғана көңіл бөлу керек деп айтасыз ғой. Иә, енді мына бізде фокус деп айтады, қазақша назар деп аударады, негізі фокус деген кәдімгі Артық дүниелердің бәрін тастау керек. әрине. Енді анау су айтады ғой, мына душтағы біз нені білеміз ғой, лейканы, мысалға. Оның бүйтіп көп тарапта жаңағыдай ағатыны бар, немесе біздің аққан кезде ол как будто напоры орташа болып тұрады. А егер де оны алып тастап, бүйтіп тек қана бір жерден ағызатын болсақ, напор кәдімгі қатты болады. Тура сол сияқты бізде мынандай не бар, бір 100% фокусымыз болатын болса, соны неғұрлым аз нәрсеге жұмсаған кезде, соғұрлым бізде істеріміз жаңағыдай тиімді әрі эффективді болып бастайды. Ал оны неғұрлым біз көбейткен сайын, соғұрлым ол біздің назарымыз, фокусымыз, біздің тиімділігі соғұрлым азаяды. Ол кәдімгідей доказанный нәрсе. Көбісі вроде оны біледі, даже айтсаң, я ол сондай ғой дейді, бірақ іске келген кезде жаңағыдай неге түсіп қалып жатады. Многозадачностьқа анан алып істеп, соңында не мынау да бітпеген, не анау да істелінбеген, сонымен күн Адам өзі шаршап қалады ғой. Өзі шаршайды и Өзіне де көңілі толмай қалады, бүгін не істедім мен, не бітірдім деп. Ол өте қиын нәрсе осы. Азамат мырза, барлық адамдарда бар ғой, соның ішінде менде де бар. Бүгінгі жұмысты ертеңге қалдыру, ертеңнен бастап диета ұстаймын, ертеңнен бастап таңертең жүгіремін, ертеңнен бастап осы іске кірісемін деймін, бірақ ертең басталған кезде тағы ертеңге қалдырамын. Жалпы бұл әдет бір жағынан, екінші жағынан мүмкін мидағы дұрыс емес жағындай программалар болуы мүмкін, енді әртүрлі ғой, себебін енді өзіңіз де жақсы білесіз. Жалпы ертеңгі істі бүгінге қалдырмаудың жолдарын нақты айтып өтсеңіз. Жалпы дұрыс айттыңыз, бұл әдет. Қазір істеу керек болған, бүгін істеу керек болған дүниені кейінге, ертеңге қалдыра беру, ол да кәдімгідей әдет. Енді бұны прокрастинация дейді. Мысалы, кәдімгі тілде бұны прокрастинация дейді. Не болды? Алар ойыны бөліп Оны тұрын ішім жоқ. Бұны дейді дегеннен кейін, онда мына жерге тұра салайық. Прокрастинацияға келетін болсақ, прокрастинацияның анықтамасы ол қазір бүгін істеу керек болған, істей алатын дүниеңді кейінге немесе ертеңге қалдыра беру. Бұл кәдімгідей бір анықтамасы бар. Шынымен бұның себептері көп, себептерінің бірі, қараңыз, жаңа ғана біз фокус, многозадачность деген тақырыптар қозғап өттік қой. Қашан бізде істеу керек болған дүниелер болса көбейіп кетеді ғой, немесе оқу керек болған дүниелер, мысалға істеу керек болған дүние өте көп болып кеткен кезде, не істейді? Біз жаба саламыз да, кейін істей саламыз. Неге? Себебі, бұның бір себебі бар. Жаңағыдай бұл техника ретінде қолдансаңыздар болады. Ми біздің ол үнемі тек қана нақтылық жақсы көреді. Нақтылық деген, яғни спорт деп жатырмыз ғой. Неге спортпен айналысып бастаймын деген адамдардың 90% келесі күні ол спорт ешқашан бастамайды. Неге? Себебі ол спорт бастау ол примерный нәрсе де, ол ми түсінбейді, не істеу керек, қашан тұрам, кейін бар ма, что это такое дейді да ол деген. Ол үшін нақты біз задача беретін болсақ, нақты задача дегеніміз, мысалға өзіміздік мысалға айтатын болсақ, ол егер де жүгіруді, таңда серуендеуді сіз мақсат етіп қоятын болсаңыз, сіз таңда нешеде тұрасыз? 5, 6, 7 мүмкін. Хорошо, 6 деп белгіледіңіз. Енді үстіңізге не киесіз? Себебі көп жағдайда таңда тұрамыз да, неге дедім? Спортив, жасыл спортивім бар еді ғой. Жасыл ол қайда? Мә шкафта жатыр, ол бәрі жуылмаған шығар, үтіктелмеген шығар. Қоя салшы дейді, арқада ұйықтай салады. Сол үшін не киесіз, жуылған ба, үтіктелген ба, жуып, үтіктеп, түнде дайындап қойып, сосын қайда жүгіресіз? Енді мүмкін үйіңіздің қарама-қарсы бір стадион бар шығар, поле бар шығар. Қайда жүгіретініңізді белгілеп алу.
одан кейін оны қайда жүгіретініңіз белгілеп болады. Енді қанша круг, қанша минут жүгіресіз, оны белгілеу керек. Хорошо, 3 круг жүгірдіңіз. Мүмкін ер адамдар болса турник, отжимание жасайды. Соны қанша подход, қанша рет бәрін белгілеп алады. Все, бізге не істейтініміз түсінікті. Одан кейін келеміз, не істейміз? Душқа түсеміз, шай ішеміз. Тіпті сондайға шейін белгілеп тастаса, бітті. Біз таңда тұрғанда бізде тұрып кету ықтималдығымыз, оны істеп кету ықтималдығымыз әлде қайда жоғары болады. Сондықтан бізде нақты бір көз алдымызда картина болмағаннан кейінге қалдыра береді екенбіз. Негізі біз әсте жалқау емес, біз кейде нақты көз алдымызда картина болмайды. Мысалы, адамдар саяхатты да, немесе біз Алматыда отырамыз ғой, Алматыда тұрып, мына тұрған керемет жазда таулар өте әдемі. Мысалы, бір серуендеп қайтып, тау жаққа қарай, оның өзін кейде кейінге қалдырып жатады. Мысалы, бірақ өзіне нақты бір дата қоймайды ол кезде. Ол дата қойғаннан кейін ол өзінің шаруасын реттейді ғой. Сонда өзіне бір нақты задача қоймай, кейінге қалдырып жатады. Оның зардаптары үлкен. Азамат, сіз қараңызшы, мына әдемі көрініс, иә? Осы бір көріністі көру үшін де нақтылық керек қой. Мен қайда барамын, қашан барамын, және де қанша қаражат жұмсаймын деген сияқты. Мінекей, өте дұрыс айттыңыз. Осының өзінде де бір бізге нақтылық керек. Біз сол нақты нәрсе білетін болсақ, осындай керемет көрініспен, табиғатпен тамашалап, өзіміздің өмірімізге жақсы бір лебін кіргізер едік. Енді қараңыз, әдет туралы айттық, әлеуметтік желіге тәуелділік туралы айттық, мидағы жағы шашыраңқы ойларды, бардақтың бәрін айттық, кейінге қалдыруды айттық, бірақ осының бәріне өзіңіз айтыңызшы, не керек? Мотивация керек десең, иә, ал осы мотивацияны біз өзімізге беруіміз керек пе, әлде қалай, жалпы қалай осы мотивация жетістікке жетуге көмектеседі? Енді мотивация деген сөзді естісе, кейбір адамдарға кәдімгі жауыр естіледі. Иә, үйреніп қалма деп айтып жататындар да бар. Енді бұл жерде адамдардың мотивацияның түрлерін білмеуінде сыртқы мотивация, ішкі мотивация деп бөлінеді ғой. Көп адамдар мотивационный видео дейді ғой, соны ойлайды, ол соған тойып алып деген сияқты әңгімені айтады. Иә, сыртқы мотивация кейде оның ұзақтығы қысқа. Кей кезде 1-2 күн, апта, кейбір жағдайда 1-2 сағат болуы мүмкін. Ол бізге сырттан әсер ететін факторлер. Ал ішкі мотивация дегеніміз ол өзіміздің ішімізден ешкім айтпаса да соны істеп жүру. Қаншама адамдар оларға ешкім ештеңе айтпаса да, олар жылдар бойы өз тренировкаларына барып, кітаптарын оқып, дұрыс тамақтанатын тағамдарын алып, жақсы әдеттерін қалыптастырып сөйтіп жүреді. Оларға сырт жақтан ешкім сен мынаны істе, тұр деп айтпайды. Бұл ішкі мотивация. Ал енді ішкі мотивацияны қалай оятамыз, қалай бұны әдетке айналдырамыз, бұның өзі де бір кәдімгі бір жүйе. Соны бір қысқаша қылып түсіндіретін болсам, ол біздің өзіміздің күнделікті істеп жүрген ісімізді бір соны жазып жүру, соны елеп жүру. Себебі жаңа айтып өткендей, адам бір күнделікті бір нәрсені істейміз, бірақ не істеп жатқанымызды білмейміз да, жаңағыдай. Вроде ол бір біткен істің бір көрінісі көрінбейді деген сияқты. Бірақ осы орайда соны жазып жүрсек, кешке қарай мониторинг етіп, соны мен осындай іс бітірген екенмін десек, осы нәрсе ақырындап ішкі мотивацияның өсуіне, қалыптасуына көмектеседі. Енді осы орайда мен айтып өткім келеді, тақырыпқа өте байланысты, өзекті болып келеді. Қазіргі кезде адамдар бір нәрсені істейтін кезде сенімсіз. Ол нәрсені істеуге сенімсіз. Сенімсіз деген нәрсе қолына келе ме, келмей ме, ол келмейтін шығар деген. Енді бұл орайда неге сенімсіз, неге сенбейді? Себебі неге сенімсіз деген айтатын болсақ, неге сенімсіз? Себебі ол өз-өзіне сенбейді. Ал неге өз-өзіне сенбейді дейтінге келсек, себебі осы уақытқа дейін адам өзіне берген кішілі үлкен уәделерін талай мәртебе бұзған. Өте керемет айтып жатырсыз. Ойлап қараңыз. Мен ойланып қалдым кәдімгідей.
осыдан кейін келесіде тағы да бір жақсы мүмкіндік туындаған кезде бір проект болсын, кішігірім іс болсын, соны істейтін кезде адам оны күмәнданып қалады. Дейді, мен алдыңғы күні осындай ұқсас нәрсе істеген жоқпын дейді, сілтей салады. Хотя дейді, бұл нәрсе оған алдағы уақытта перспективалы түрде үлкен жемістерін әкелетін дүние болуы мүмкін еді. Сондықтан ол ең бірінші уәдеде тұру керек болған адам ол өзіміз екен. Ол кішігірім, үлкен нәрсе де болмаса, кішкентай ғана дүниелерден бастап біз өзімізге айтқан нәрселерімізді өзімізге айтып, өзіміз сол істеп үйренетін болсақ, оның артындағы жемістері, нәтижелері өте үлкен. Шын мәнінде көрермендерге айтып өтейік, өздеріңізді қалай айтсақ екен, алдамаңыздар, өздеріңіздің қалауларыңызды міндетті түрде орындаңыздар, ішкі жан дүниелеріңізді тыңдаңыздар және ойларыңызды байқаңыздар. Осымен біздің таңғы әдемі локациядағы сұхбатымыз аяқталды. Азамат мырза, сізге үлкен алғыс айтамын. Шын мәнінде құнды дүниелерді, ақшаға сатылатын дүниелерді сіз тегін айтып, менің көрермендермен бөлісіп жатырсыз. Алдағы уақытта жаңа қалада жаңа сұхбат болатынына мен толық сенімдімін. Керемет. Көріскенше.